Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздермен кезекті тапсырысымның рецептімен бөлісетін боламын, яғни шагоне торты. Ол үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін менімен болыңыздар. Ең бірінші бисквитімізді жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқа мен қантымызды араластырып, 2 есе ұлғайғанша миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте ұнымызға қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Електің көмегімен аз-аз мөлшерден жұмыртқалы массамызға лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай массамызды басып алмай араластырамыз. Ендігі кезекте бөлек ыдысымызға 2 ас қасық балымызды салып, оның үстіне 4 ас қасық қайнап тұрған суымызды құйып араластырып, және оны жұмыртқалы массамызға лопатканың көмегімен массамызды басып алмай араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған 22 диаметрлік формамызға массамызды құйып аламыз. 170 градуста қызып тұрған пеште жарты сағат пісіреміз. Бисквиттің піскендігін ағаш шпажкасымен тексеріп көріңіздер, және де бисквитті толықтай суытып аламыз. Бисквитіміз суығанша кремін дайындаймыз. Ол үшін алдын ала дайындап қойған суық карамелдік миксердің көмегімен араластырып аламыз. Және оның үстіне 600 грамм сливкамызды қосып, жақсы қоюланғанша араластырып аламыз. Корждарымызды бөліп болғаннан кейін тортымызды жинаймыз. Кремімізді кондитерлік қапшықтың көмегімен бисквитімізге жағып шығамыз. Және де ірілеу етіп туралған грек жаңғағын креміміздің үстіне сеуіп шығамыз. Екінші коржымызды дәл осылай қайталаймыз. Қалған кремімізді тортымыздың сыртына жағып шығамыз. Тортымыздың шет-шетін бетін тегістеп аламыз және 2 сағатқа холодильникке қоямыз. Кез келген тортқа ганаш құяр алдында торттарыңыз міндетті түрде суық болу керектігін ескеріңіздер. Тортымызға әртүрлі жеміс-жидекпен немесе жаңғақтармен әрлеуге болады. Мен өзім шоколадты шариктермен әрледім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өздеріңізбен болған Ақерке Муса.